Сәлем достар, сіздермен бірге мен Өркенбек. Достар, мен бүгін қазақ ютуберлерінің суретін салдым деп аталатын жаңа видео шығардым. Достар, видеоның аты айтып тұрғандай, бұл видеода қазақ ютуберлерінің суретін салатын боламын. Сонымен қатар сол ютубер туралы кішігірім өз ойымды айта кететін боламын. Және достар, келесіде қай ютубердің суретін салатынды сіздер шешетін боласыздар. Ол үшін комментарияға өзіңіздің сүйікті ютуберіңіздің атын жазып кетсеңіз болғаны. Ал мен ең көп дауыс жинаған ютубердің суретін келесі видеоларда салатын боламын. Ал бүгінгі видеода достар, мен Ерасыл Тюб арнасының суретін, арнасының дегенде қалай? Арнасының емес, арнасының иесінің. Яғни Ерасылдың суретін салатын боламын. Жалпы Ерасыл туралы өзімнің ойымды қысқаша айта кететін болсам, жас та болса, мықты жетістікке жеткен ютубер деп айтуға болады. Болашақта қазақтың ең мықты ютуберлерінің қатарынан көрінеді деп ойлаймын және сенемін. Достар, бұл менің Ерасыл туралы кішігірім өз ойым. Ал Ерасыл Тюб арнасына тілейтінім тек қана сәттілік. Достар, сіз Ерасыл арнасын көресіз бе? Көрсеңіз, ең сүйікті топовый 3 видеоңызды комментарияға жазып кетіңіз. Достар, алдында да айтқандай, біз осылай түсіретін ең алғашқы арнамыз. Сондықтан достар, арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қасындағы колокольчикті басып кетіңіз. Сонда сіз біздің жаңадан шыққан видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Ал мен өз кезегімде сурет салу туралы қызықты видеолар шығарып отыратын боламын.
Және достар, мен суретті салып аяқтадым. Сонымен қатар видеомыз да аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніңізге үлкен рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау.